күн. Бар нығметті қайта көру. Біз бүгін 3-ші қадамға келдік. 1-ші күні жүрегімізді тыныштандырдық. 2-ші күні уайымның бәрін жалғыз көтеруге міндетті емес екенімізді еске түсіріп, қолымыздан келмейтінін Аллаға тапсыруға тырыстық. Ал бүгін біз өте маңызды 3-ші қадамды жасаймыз. Бүгін өмірімізде қазірдің өзінде бар нығметтерді қайта көруге тырысамыз. Өйткені кейде бізде жоқ нәрсеге ұзақ қарағанымыз сонша, бар нәрсенің қаншалықты қымбат екенін байқамай қаламыз. Бүгін соны өзгертеміз. Келесі 10 минутта ештеңе сұрамаймыз. Ешқайда асықпаймыз. Тек барымызды көреміз. Барымызды сезінеміз. Және шын жүректен шүкір деп айтуға уақыт бөлеміз. Бүгін 3 күн. 3-ші қадамнан бастайық. Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз немесе жатыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Иығыңызды босатыңыз. Қолдарыңызды еркін қойыңыз. Енді терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Тағы да. Тыныс алыңыз. Және асықпай босатыңыз. Дәл қазір сізге ешқайда асығудың қажеті жоқ. Бірнеше минутқа барлық жоспарды, барлық міндетті, барлық ойды сыртта қалдырыңыз. Бұл уақыт тек сізге арналған. Енді өзіңізден бір сұрақ сұраңыз. Мен бүгін таңертең көзімді ашқанда не нәрсені қалыпты деп қабылдадым? Асықпай ойланыңыз. Мүмкін көзіңізді ашқаныңызда, дем алып тұрғаныңызда, орныңыздан тұра алғаныңызда, су ішкеніңізді, жылы үйде оянғаныңызда, жақын адамыңыздың дауысын естігеніңізді. Біз күн сайын көретін нәрселерімізді бірте-бірте қарапайым деп қабылдай бастаймыз. Ал шын мәнінде олардың әрқайсысы нығмет. Қазір тынысыңызға назар аударыңыз. Сіз ештеңе істемей-ақ тыныс алып отырсыз. Тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Осы бір қарапайым тыныстың өзі үшін іштей айтыңыз. Аллаға шүкір. Енді жүрегіңізге назар аударыңыз. Ол соғып тұр. Сіз оған соқ деп бұйрық беріп отырған жоқсыз. Сіз ұйықтап жатқанда да ол жұмысын жалғастырады. Сіз оны ұмытып кеткенде де ол соға береді. Осы жүрек үшін шүкір. Енді көзіңізді ойлаңыз. Сіз көре алатын адамдарды, түстерді, аспанның түсін, күннің жарығын, жақын адамыңыздың жүзін ойлаңыз. Егер осының бірін бүгін көре алсаңыз, сол үшін шүкір деп айтыңыз. Ести алатын дыбыстарыңызды ойлаңыз. Жақын адамыңыздың дауысы, баланың күлкісі, жаңбырдың дыбысы, құстардың үні, немесе дәл қазір осы сөздерді естіп отырғаныңыз. Шүкір. Енді қолдарыңызды сезініңіз. Осы қолдармен қаншама нәрсе жасадыңыз. Біреуді құшақтадыңыз. Ас дайындадыңыз. Балаңыздың басынан сипадыңыз. Еңбек еттіңіз. Үй жинадыңыз. Біреуге көмектестіңіз. Осы қолдарыңыз үшін шүкір. Аяқтарыңызды сезініңіз. Олар сізді қаншама жерге алып барды. Осы денеңіз мінсіз болуға міндетті емес. Бірақ ол осы күнге дейін сізбен бірге келді. Сондықтан бір сәт оған сын көзбен емес, ризашылықпен қараңыз. Іштей айтыңыз. Я Алла, денемдегі әрбір жақсылық үшін шүкір. Енді өзіңіз тұратын жерді елестетіңіз. Үйіңізді, бөлмеңізді, төсегіңізді, үстеліңізді, күн сайын пайдаланатын қарапайым заттарды. Мүмкін сіз армандаған үйде әлі тұрмайтын шығарсыз. Мүмкін өзгерткіңіз келетін дүниелер көп шығар. Бірақ дәл қазір басыңызды паналайтын жеріңіз болса, сол үшін шүкір деп айтыңыз. Бір жұтым таза су, күнделікті ас, үстіңіздегі киім, жылы төсек. Кейде біз бұларды байлық деп санамаймыз. Өйткені олар күн сайын жанымызда. Бірақ бір нәрсенің қадірін оны жоғалтқанда ғана түсінгіміз келмейді. Сондықтан бүгін
Бар кезде бағалайық. Іштей айтыңыз. Барымның қадірін көретін жүріп бере көр. Маған берілген нығметтерді байқамай өтуден сақтай көр. Бар нәрсеме шын жүректен шүкір етуге үйрете көр. Енді өміріңіздегі адамдарға назар аударайық. Бір адамды елестетіңіз. Сіз үшін қымбат адамды. Ол мінсіз емес. Сіз де мінсіз емессіз. Бірақ ол адамның сіздің өміріңізде болған кездерін еске түсіріңіз. Оның күлкісін, дауысын, сізге жасаған бір жақсылығын, немесе жай ғана жанында болғанын. Егер ол адам дәл қазір өміріңізде болса, іштей айтыңыз. Оның бар болғаны үшін шүкір. Енді тағы бір адамды еске түсіріңіз. Мүмкін анаңыз, әкеңіз, балаңыз, жұбайыңыз, бауырыңыз, досыңыз, ұстазыңыз, немесе өміріңіздің бір кезеңінде сізге жақсылық жасаған адам. Ол адамға іштей рахмет деп айтыңыз. Ал Аллаға осы адамды өміріме жолықтырғаның үшін шүкір деп айтыңыз. Кейде біз адамдардың қадірін олар жанымызда жүргенде айтуға ұяламыз. Бүгін медитация аяқталған соң мүмкіндігіңіз болса, бір адамға сенің өмірімде барыңа рахмет деп айтып көріңіз. Кейде бір ауыз сөз екі жүректі де жылытады. Енді өзіңіздің өткен жолыңызды еске түсіріңіз. 1 жыл бұрынғы өзіңізді, 5 жыл бұрынғы өзіңізді. Сол кезде армандаған кейбір нәрселеріңіз бүгін өміріңіздің қалыпты бөлігіне айналған жоқ па? Бір кездері осыған жетсем ғой деген нәрсеңіз бүгін сізде болуы мүмкін. Бірақ адам табиғаты қызық. Қолымызға түскен соң оған тез үйренеміз. Сосын келесі нәрсені іздей бастаймыз. Сондықтан дәл қазір өзіңізден сұраңыз. Бір кездері дұға етіп сұраған, ал бүгін менде бар қандай нәрсе бар? Оны есіңізге түсіріңіз. Мүмкін отбасы, бала, жұмыс, үй, денсаулықтағы бір жақсылық, бір мүмкіндік, бір кездесу, бір шешілген мәселе. Сол нәрсеге қараңыз. Және асықпай айтыңыз. Я, Алла, мен мұны ұмытып кетіппін. Шүкір. Енді жүрегіңізге мына ойды орналастырыңыз. Шүкіршілік өмірде проблема жоқ деген сөз емес. Уайым болуы мүмкін. Шешілмеген мәселе болуы мүмкін. Арман болуы мүмкін. Жетіспейтін нәрсе болуы мүмкін. Бірақ сонымен бірге нығмет те бар. Екеуі бір уақытта болуы мүмкін. Менің мәселем бар. Бірақ тынысым да бар. Менің уайымым бар. Бірақ жанымда жақсы көретін адамдарым да бар. Менің әлі орындалмаған арманым бар. Бірақ бүгінгі күнімде бар. Сондықтан біз бәрі мінсіз болғанда шүкір етемін деп күтпейміз. Біз дәл қазір осы өмірдің ортасында шүкір етуді үйренеміз. Енді менімен бірге асықпай қайталаңыз. Бүгінгі күнім үшін шүкір. Әрбір тынысым үшін шүкір. Жүрегімнің соғып тұрғаны үшін шүкір. Денемдегі әрбір жақсылық үшін шүкір. Баспанам үшін шүкір. Ризығым үшін шүкір. Жақындарым үшін шүкір. Маған көмектескен адамдар үшін шүкір. Өткен қиындықтардан алған сабағым үшін шүкір. Орындалған дұғаларым үшін шүкір. Әлі алда тұрған мүмкіндіктер үшін шүкір. Мен байқап жүрген нығметтерім үшін шүкір. Мен әлі байқамай жүрген нығметтерім үшін де шүкір. Енді терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Тағы бір рет тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Жүрегіңізді тыңдаңыз. Бүгін таңертеңгі немесе осы медитацияның алдындағы ойларыңызды еске түсіріңіз. Мүмкін сіз маған мынау жетпейді. Неге менде бұл жоқ? Қашан болады? Деп ойлаған шығарсыз. Ал қазір өзіңізден басқа сұрақ сұраңыз. Менде қазірдің өзінде не бар? Жауаптың үлкен болуы міндетті емес. Бір ғана нәрсе жеткілікті. Өйткені шүкіршілік бір күнде өмірімізді басқа өмірге айналдырмауы мүмкін. Бірақ ол сол өмірге қарайтын көзімізді өзгерте алады. Ал кейде бізге дәл осы қажет. Бүгін сіз 7 қадамның 3-шісін жасадыңыз.
Бірінші күні жүректі тыныштандырдық. Екінші күні уайымды босатып, қолымыздан келмейтінін Аллаға тапсыруды еске түсірдік. Ал бүгін бар нығметімізді қайта көруге тырыстық. Ертең біз 4-ші қадамға өтеміз. 4 күн өткенді босату. Өзгерте алмайтын кешегі күнді қайта-қайта жүректе көтеріп жүрудің орнына, оны қабылдап, сабағын алып, алға қарай бір қадам жасауға тырысамыз. Сондықтан осы 7 күндік жолды жалғастырыңыз. Күніне небәрі 10 минут. 7 күн, 7 қадам. Ал бүгін медитациядан кейін бір кішкентай тапсырма орындаңыз. Телефоныңызға немесе дәптеріңізге «Бүгін мен не үшін шүкір етемін?» деп жазыңыз. Астына 3 нәрсе жазыңыз. Тек 3. Күн сайын осы 3 нәрсені жазып отырсаңыз болады. Ал қазір соңғы рет терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Дайын болған кезде көзіңізді ақырын ашыңыз. Бүгін айналаңызға сәл басқаша қарап көріңіз. Бұрын қарапайым көрінген нәрседен нығметті байқаңыз. Бұрын асығыс өтіп кеткен сәтте 1 секундқа тоқтаңыз. Және іштей айтыңыз: Аллаға шүкір. Жүрегіңіз тыныш болсын. Үйіңізге береке кірсін. Күніңіз жақсылыққа толы болсын. Шүкір, шүкір.